саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және студенттер. Сіздерге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының философия докторы PhD Оматбаева Жанат Әбдіманаповна. Бүгін бізде мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық даму пәні, яғни 11-ші дәрістің тақырыбы терінің құрылысы мен маңызы, қызметі. Негізгі қарастырылатын мәселеміз бүгінгі тақырыпта балалар терісінің физиологиялық ерекшеліктерін сипаттау, тері ауруларының негізгі себептерін талдау, балаларда тері күтімі мен гигиеналық дағдыларды қалыптастыру. Жалпы келесі слайдта берілгендей, бұл жерде балалардың терісінің физиологиялық ерекшеліктерін сипаттау, кеңінен тоқталсақ бұл тақырып бойынша, тері адам ағзасының ең үлкен мүшесі. Ол сыртқы ортамен тікелей байланыста болу, яғни қорғау қызметі және де зат алмасу сияқты маңызды қызметтерді атқарады. Балалардың терісі ересектерге қарағанда әлдеқайда жұқа, сезімтал, әрі сыртқы әсерлерге бейім болып келеді. Жалпы анықтама беретін болсақ, болған балалар терісінің физиологиялық ерекшеліктері терінің құрылымдық қабаттарының толық жетілмеуімен тер және май бездерінің қан және жүйке жүйелерінің қызметінің толық қалыптаспағандығымен сипатталатын қасиеттер жиынтығынан тұрады. Сонымен қатар, тері астындағы май қабаты өмірінің алғашқы айларында жеткілікті қалың болмайды. Бұл жалпы жылуды реттеу процесінің тұрақсыздығына алып келеді. Осыған байланысты нәрестелердің дене температурасы қоршаған ортаға тез бейімделіп, тез төмендеп, немесе тез жоғарылап кетуі мүмкін. Тері және май бездерінің қызметі де толық жетілмегендіктен балаларда терімен шығару әлсіз, яғни тер шығару әлсіз. Май бөліну төмен болады. Бұл терінің оңай кетуіне, қабыршақтануына және сыртқы әсерлерге сезімтал болуына алып келеді. Терінің негізгі ерекшеліктеріне қарай 3 қабаттан тұрады. Олар эпидермис, дерма, гиподерма және де осы терілерге тоқталатын болатын болсақ. Жалпы эпидермис бұл терінің сыртқы қабаты, негізгі қорғаныс қызметін атқарады. Балаларда эпидермис өте жұқа және нәзік болып келеді. Сондықтан да тері зақымданғанға бейім бұл жерде. Ал дерма болса, ортаңғы қабат, онда қан тамырлар, жүйке ұштары және де тері бездері орналасқан. Бұл қабат терінің серпімділігін қамтамасыз етіп отырады. Ал гиподерма терең қабат, май ұлпаларынан тұрады. Бұл қабат жылу алмасуды реттеп, ағзаны суықтан қорғайды, терінің маңызды қорғаныс қызметі, яғни механикалық зақымданудан, бактериялар мен вирустардан, химиялық заттардан қорғайды. Ал зат алмасу қызметі бұл тері арқылы суды, тұзды және токсиндерді шығарып отырады. Ал термореттеуші қызмет бұл ағза температурасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Сезімталдық қызметі жүйке ұштары арқылы жалпы жанасуды, ауырсынуды, суық пен ыстықты сезуге мүмкіндік береді. Балалардың терісі нәзік болғандықтан қоршаған ортаның әсерінен өте сезімтал келеді. Сондықтан да терінің дұрыс күтімі мен гигиенасын сақтау өте маңызды болып келеді. Келесі слайдта көрсетілгендей жалпы тері бездерінің қызметіне тоқталсақ. Тері бездеріне жалпы туғаннан бар. Бұл жерде қызметі толық жетілмеген, сондықтан балалар тез терлейді, бірақ булануы жаяу жүреді. Бұл балалардың денесін қызып кетуге бейім етіп отырады. Тері бездерінің әлсіз жұмысы нәтижесінде тері жиі қызарып, тітіркендіруге оңай түседі. Ал қоршаған ортаның температурасының өзгерсе, бала ағзасы оған тез жауап береді. Май бездері алғашқы айлары белсенді, кейін уақытша төмендейді. Май бездерінің аз жұмыс істеуі терінің құрғақ болуына алып келеді. Ал енді қорғаныш май қабаты бұл жұқа,
теромеханикалық әсерлерге тез зақымданады. Құрғақ теріде жарақаттар, яғни қабыршақтану жиі пайда болады. Май бездерінің жетілмеуі жалпы аллергиялық реакциялардың да жиі көрінуіне ықпал етеді. Ал түтіктер мен тырнақтар, бұлар жұқа, нәзік, тез сынғыш болып келеді. Тырнақтардың өсуі баяу әрі құрылымымен толық қалыптаспаған. Түтіктер сирек орналасқандықтан теріні қосымша қорғау деңгейі төмен болады. Бұл ерекшеліктер баланың терісінің өте сезімтал әрі нәзік етеді. Сондықтан да гигиена мен күтім жасауды аса жұмсақ құралдарды қолдану арқылы қажет етеді. Біздегі келесі слайд бойынша жалпы бұл жерде балалардың терісінің физиологиялық қызметтеріне тоқталатын болсақ, жалпы физиологиялық қызметтер бұл қорғаныштық қызмет. Терінің қорғаныштық қызмет, яғни қабілеті жаңа туған балаларда әлсіз болады. Себебі мүйізді қабат толық жетілмеген. Тері сыртқы ортамен организм арасындағы алғашқы қорғаныш тосқауылы болуы болып табылады. Ал терморегулярлық қызмет, бұл жерде балаларда терморегулярлық жүйесі тұрақсыз, тер бездері толық жетілмегендіктен бала ағзасы тез қызарып немесе тез тоңып қалу қаупі бар. Жалпы жылуды беру мен сақтау процесі ересектермен салыстырғанда баяу жүреді. Сезімталдық қызмет бұл жерде балалардың терісінде жүйке ұштары жақсы дамыған. Сол себепті де олар ауырсынуды, тиген затты, қысымды, температураның өзгергенін өте жақсы сезеді. Терінің сезімталдық қызметі сыртқы ортаның әсерлерінен қабылдап, жүйке жүйесіне сигнал беру арқылы организмді қорғайды. Ал төртіншіден, бұл жерде зат алмасу қызметі. Бұл жерде зат алмасу қызметі тері, су, тұз және түрлі заттардың алмасу процесіне белсенді қатысады. Сондықтан да теріде май алмасу да жүріп отырады. Ал сіңіру қызметі, балалардың терісі өте нәзік және өткізгіші жоғары болып келеді. Сондықтан да дәрілік заттар, косметикалық заттар, химиялық заттар баланың терісіне тез әрі оңай сіңеді. Бөліп шығару қызметі. Бұл жерде бөліп шығару қызметі тері бездері арқылы су, тұз, зиянды заттарды сыртқа шығарып отырады. Балаларда терлеу, яғни жылдам жүреді, сондықтан да су жоғалту қаупі жоғары болып келеді. Ал иммундық қызмет, бұл жерде иммундық қызмет жалпы теріде арнайы иммундық жасушалар орналасқан. Макрофагтар деп айтамыз. Яғни жасушалар ол балаларды микробтардан, вирустардан, жалпы түрлі ағзаның иммундық қорғанысын қамтамасыз етіп отырады. Жалпы балалар терісінің физиологиялық қызметтері қарастырылып өткен. Келесі слайдта бізде тері ауруларының негізгі себептерін талдау. Біз негізгі себептерін талдау барысында жалпы мынаны қарастырдық. Физиологиялық себептер, иммунологиялық себептер әсер етеді және гигиеналық себептер бар. Қоршаған ортаның факторлары, тамақтану және метаболизм себептері қамтылады. Келесі слайдта көрсетілгенде тері ауруларының негізгі себептерін біз кестеде жалпы беріп отырмыз. Бұл жерде тері ауруларының пайда болуы көптеген факторларға байланысты. Әсіресе мектеп жасына дейінгі балаларда тері өте нәзік, жұқа әрі қорғаныс қабілеті толық қалыптаспаған, тітіркендіргіштерге бейім, микробтарға, аллергияға өте бейімдеу. Бұл жерде бірінші бағыт физиологиялық себептер. Балалардың терісі эпидермис қабаты нәзік болғандықтан, ол сыртқы орта әсеріне тез тітіркенеді. Механизмі терінің қорғаныш қабаты әлсіз, май және тері бездері толық жұмыс істемейді. Тері ылғалды
жалпы тез жаңағы жоғалта бастауы мүмкін ылғалдылықта. Ал иммунологиялық себептерге біз бұл жерде балалардың иммундық жүйесі әлсіз. Бұл жерде кез келген аллергендерге немесе инфекцияларға жылдам реакция береді. Ал механизміне не жатқызамыз? Бұл жерде механизміне иммундық жүйе толық қалыптаспаған, аллергендерге сезімталдылық артады, тітіркендіргіштерге қарсы қорғаныс баяу. Ал гигиеналық себептер: таза емес киім, жеткіліксіз дене гигиенасы, терінің тершеңдігі және ауа өткізбейтін киімдерді кию тері ауруларының жиі себептері болып табылады. Ал механизміне не жатқызамыз? Бұл жерде механизміне теріде бактерия, саңырауқұлақтар, бұлардың барлығы ауа өткізбейтін синтетикалық киімдердің тітіркендіру, яғни теріні тітіркендіреді, ылғалды қылады, ортада микробтар тез көбейеді. Ал қорғаныш, яғни қоршаған орта факторлары. Бұл жерде климаттық жағдайлар теріге тікелей әсер етеді. Ыстық ауа, жоғары ылғалдық ультра күннің сәулесі, шаң, тозаң, химиялық заттар терінің тітіркенуінің негізгі себептер. Ал оның механизміне бұл терінің сыртқы қабаты зақымдалады, күн сәулесі теріні күйдіреді, жалпы бактерияларды көбейтеді, суық ауа теріні құрғатады. Ал енді тамақтану және метаболизм себептерін анықтасақ, бұл жерде балалардың ағзасына қажетті дәрумендер, микроэлементтер жетіспеген жағдайда не болады? Әрине, механизміне байланысты витаминдердің тапшылығы пайда болады. Витаминдер А, Д, Е, В тобындағы, яғни бұл тамақ барысында қолданылатын, тамақтан алуға болатын құрамды дәрумендер. Бұл метабиологиялық, яғни бұзылыстардың болуы. Бұл жерде балалар теріс аурулардың себептері көп, яғни көп факторлар әсер етеді: физиологиялық, иммунологиялық, гигиеналық, қоршаған орта, тамақтану, жалпы қарап тұрсақ барлығы. Ал оны уақытылы күтім жасау, күтім дұрыс қарау, бұл тері аурулардың алдын алуға ең тиімді жолдардың бірі деп санаймыз. Келесі қарастырылған слайдта жалпы балаларда тері күтімі мен гигиеналық дағдыларын қалыптастыру әдістерін ұсыну. Бұл жердегі ұсынуда жалпы тері күтімінің негізгі принциптері. Бұл жерде терінің негізгі принциптеріне тоқталатын болсақ, тазалықты сақтау, баланы күнделікті жылы сумен жуындыру, тершең жалпы аймақтарды жиі шомылдыру, тазалап отыру, теріні ылғалдандыру, шомылдырылғаннан кейін гипоаллергенді кремдер немесе майлар жағу арқылы тітіркенуден қорғау, табиғи матадан тігілген ауа өткізгіш киімдерді кигізу, ұнтақ кремдерді немесе жаңағы дұрыс қолдану, қатты иісті химиялық қоспасы бар өнімдерден аулақ болу, температураны бақылау. Бұл жерде температураны бақылауда бөлме тым ыстық немесе тым ылғалды болмауы керек. 22-24 градусты қажет етеді. Жүргек күтімі жалпы жаңағы қазіргі таңда көбінесе балаларға кигізетін, уақытында ауыстыру, дерматиттің алдын алу, жалпы теріні құрғақ ұстау, күннен қорғау жазда 15-20 минуттық тікелей күнге шығару, және де гигиеналық дағдылар бойынша екінші қалыптастыру әдістеріне тері гигиенасы, балаларда тері тазалығына байланысты дағдыларды қалыптастыру. Бұл жерде балаларда денсаулығын сақтау үшін өте маңызды. Тері гигиенасы дұрыс сақтау арқылы тері ауруларының алдын алуға болады. Тері күтімі бойынша жалпы негізгі ережелер: жеке тазалықты сақтау, балалар күн сайын жуыну керек, сабын немесе шампуньді қолдану барысында гипоаллергенді заттарды қолдану, әр жуынғаннан кейін теріні құрғатып сүрту керек, киім таңдағанда назар аудару керек. Мақта, зығыр, жалпы сол маталардан жасалынған киімдерді кигізу. Киім өте тар немесе тым жаңағы
жылы болу қажет. Бұл жерде баланың ауа райдың температурасына байланысты. Жаңа киімді кигізбес бұрын оны жуып үтіктеу маңызды. Қол жуу дағдысын қалыптастыру. Балаларға тамақтанар алдында дәретханадан кейін міндетті түрде қолды жуу үйрету керек. Қолға арналған сабын сумен және аллергенсіз болуы қажет олардың барлығы. Және де тырнақ күтімі, тырнақты үнемі тазалап отырып алу уақытысында бактерияларға бейім болып келеді. Ал келесі біздің үшінші әрі қарай дамуға, бұл жерде дағдыларды тереңдету және тұрақтандыру, өзін өзі күту дағдыларын кеңейту. 3 жастан бастап балаларға бетін жуу, ұқыпты ұстау, шаштарын тарауға үйрету, жүйелікті қалыптастыру, таңғы және кешкі гигиена режимін күнделікті қайталап күн тәртібіне енгізу. Жеке гигиенаға құрылымына пайдалану. Бұл жерде жеке өзіндік тарағы балаға үйрету керек. Жалпы салауатты өмір салтын үйрету барысында. Жалпы тері өзгерістерін бақылауда бөртпе, қызару, құрғақ байқалса, ол уақытында маманға қаралуды қажет етеді. Сондай-ақ гигиенаға жалпы қызығушылықты арттыру, әдемі болуға, қыздарды жаңағы таза жүруге үйрету қажет етеді. Сондай-ақ бүгінгі дәрісті қорытындылайтын болсақ, жалпы мектеп жасына дейінгі балалардың терісі өте нәзік болып келеді. Жұқа және физиологиялық жағынан да толық жетілмеген, тері және май бездерінің әлсіз қызметі, иммунитеттің толық қалыптаспауы, сыртқы ортаға жоғары сезімталдылықтың болуы, бұл тері ауруларының жиі пайда болуына себеп болуы мүмкін. Балалар терісі жалпы жылуды тез жоғалтып немесе тез қызып кеткендіктен оған ерекше күтімді қажет етеді. Ал егер тері ауруларының негізгі факторлары физиологиялық, иммунологиялық, гигиеналық. Бұл жерде мен жеке айта кететінім, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балаларда кездесетін жиі осы тері ауруларының ішінде сары жара немесе маусымдықтың арасында жаңағы бөртпелер яки болмаса жаппай түрде вирустық инфекциялық аурулардың таралуы, бұның барлығы жалпы балалар терісінің дұрыс сақталмауына орай осындай жағдайлар орын алып жатады. Немесе қызылша деп жатамыз, түрлі аурулар осы тері арқылы балаларға бір-біріне жұғу процестері жиі орын алады. Сондықтан да бала терісін таза ұстау, таза киімдерді кигізу, табиғат аясына жиі шығарып отыру және де денсаулықты сақтаудың басты жолдары болып табылады. Уақытылы күтім жасау, гигиеналық дағдыларды қалыптастыру, бала терісін қорғап аурулардың алдын алуға ең бір көмектесетін жағдайлардың бірі. Бүгінгі дәрісте зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, және де бүгінгі дәрістің бақылау сұрақтары төменде берілген. Сау болыңыздар.